Қызылша қоздырғышы қызылша вирусы болып табылатын жұқпалылығы өте жоғары жіті жұқпалы вирустық ауру. Ол жоғары температурамен 41 градусқа дейін көтерілетін ауыз қуысының және жоғары тыныс жолдарының шышты қабығының қабынуымен, конъюнктивитпен және терінің тән макулопапулярлы бөртпелерімен, жалпы интоксикациямен сипатталады. Вирус ауада және заттың бетінде 2 сағатқа дейін белсенді болып қалады. Сыртқы ортада тұрақты емес, әртүрлі химиялық және физикалық факторлардың әсерінен адам ағзасынан тыс тез өледі. Инфекцияның таралу жолы ауа тамшылы. Вирусты науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде және тағы басқа кезінде шырышпен сыртқы ортаға көп мөлшерде таратады. Қызылша әлемдегі ең жұқпалы аурулардың бірі. Жұқпалылығы 90% құрайды. Яғни әрбір науқас қызылшаға қарсы иммунитеті жоқ 10 адамның 9-ын жұқтырады. Инкубациялық кезеңнің соңғы күндерінен бөртпенің 4-ші күніне дейін басқаларға жұқпалы болатын кез келген нысандағы қызылшамен ауыратын науқас инфекция көзі болып табылады. Бөртпенің 5-ші күннен бастап науқас жұқпалы емес болып саналады. Қызылшамен орталық жүйке жүйесінің энцефалит, менингит, тыныс алу жүйесінің пневмония және тағы басқа және асқазан ішек жолдарының жұмысына байланысты асқынулар мүмкін. Соның ішінде ларингит, круп, көмейдің стенозы, бронхит, трахеит, отит, медиа, синусит, қызылшаның біріншілік пневмониясы, екіншілік бактериялық пневмония, қызылша энцефалиті, гепатит, лимфаденит, мезентериалды лимфаденит, сирек кездесетін кеш асқыну бұл субакутты склерозды панэнцефалит болып табылады. Қызылшаның алдын алудың ең тиімді жолы халықты вакцинациялау болып табылады. Барлық балалар қызылшаға қарсы вакцинациялануы керек. Қызылшаға қарсы вакцина қауіпсіз және тиімді. Егер сіздің балаңыз қызылшаға қарсы вакцинаны осы уақытқа дейін алмаса, балаларымыз үшін қауіпсіз орта жасау үшін, кеңес алу үшін жергілікті емханаға хабарлассаңыз болады.